Биыл ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туғанына 92 жыл. Ақын өзінің күреске толы өмірін артында жыр жинақтар арқылы бізге қалдырып кеткен болатын. Болашақ ақын Алматы облысы сол кездегі Нарынқол ауданында Қарасас ауылында дүниеге келген болатын. Азан шақырылып қойылған аты Мұхаметқали, алайда оны достары еркелетіп Мұқағали деп атаған болатын. Ресми деректер бойынша Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге келген. Алайда анасының айтуы бойынша баласы 8 наурызға кішкене уақыт қалған кезде дүние есігін ашқан көрінеді. 7 жасар Мұқағалидың алғашқы өлеңдері 1948 жылы «Советская граница» газетінде жарық көрген. Содан кейін ақынның туындылары түрлі газет пен журналда жарияланған. Кей өлеңі 1951 жылы «Жастар жылы» атты ұжымдық жинаққа енген екен. Көпшілікке Мұқағали Мақатаевтың дауысы қандай деген сұрақ қызықтыратын. Ал ендеше Мұқағалидың «Пай-пай өмір» атты өлеңін бірге тыңдап көрейік. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, қиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарық еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні.